Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2 сыныптың 73-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы түбір мен қосымша. 36-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Менің інім компьютерге әуестеніп алды. Достарымен футбол ойнауды қойды. Мен інім үшін қатты алаңдадым. Өйткені компьютерде үнемі ойнау зиянды. Інімді далада ойнатудың бір амалын таптым. Екеуміз далаға шығып, спортпен айналысамыз. Енді ол компьютерге емес, даладағы ойындарға қызыға бастады. Қазір біз ауладағы балаларды жинап, футбол командасын құрдық. Інім сол команданың капитаны болып сайланды. Мәтін Балдырған журналынан алынған. Ал енді әрі қарай балалар, мәтін мазмұны бойынша төмендегі берілген тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Інісі достарымен нені ойнауды қойды? Екеуі далаға шығып немен айналысады? Ауладағы балалар қандай команда құрды деген сияқты балалар сұрақтар құрастырсақ болады. Келесі екінші тапсырма, мәтінге ат қой. Балалар мәтінге дұрыс таңдау деп тақырып қойсақ болады. Компьютердің пайдасы мен зияны тақырыбында топта талқылауға қатысты. Балалар компьютердің пайдасы мен зияны туралы өз ойларымен бөліссеңдер болады. Келесі 37-ші жаттығу. Суреттегілерге қосымша жалғап екінші бағандағы сөздермен байланыстырып жаз дейді. Балалар, төменде бізде суреттер берілген. Енді осы берілген суреттерге қосымшаны жалғап, екінші бағандағы сөздермен байланыстырып жазып шығайық. Шанамен сырғана, парашютпен секір, суға шомыл, доппен ойна. Мінекей балалар, осылай жазып шықсаңдар болады. Балалар, келесі 38-ші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Дойбышыны дойбышы ұтты. Ұтқан ұтылып, ұтылған ұтылып. Ойын бітті. Балалар, жаңылтпашты бірінші рет қайталап, жатқа дәптерлеріңе жазып алыңдар. Жаңылтпаш Балдырған журналынан алынған. Енді төмендегі тапсырманы орындаймыз. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Балалар, жаңылтпаштағы қарамен жазылған сөздер дойбышыны дойбышы. Ал енді балалар, осы қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажыратайық. Түбірі дойбы, қосымшасы шыны, шы. Балалар, келесі 39-шы жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Ойлан тап. Жүгіру жарысынан Әнуар, Мағжан, Талғат 3 орынды алды. Мағжан 2 орын алмаса, Әнуар 1 орын алмаса, ал Талғат 3 орын алмаса, кім қандай орын алды дейді. Балалар, Мағжан 2 орын алмаса дейді. Демек, Мағжан 1 орын алып тұр. Ал Талғат 3 орын алмаса дейді. Демек, Талғат 2 орын алып тұр. Әнуар 1 орын алмаса дейді. Демек, Әнуар 3 орынды алып тұр екен балалар. Балалар, бүгінгі тақырып сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.